Hello, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we're gonna know some very interesting facts from Guinness book. Барлықтарыңызға сәлем! Менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз Гиннес кітабынан бірнеше өте қызықты фактілерді өтетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. И сегодня мы узнаем очень много интересных фактов из книги рекордов Гиннесса. Before our main topic, let's review the quiz. The question number 1. In England, people have got to drive on the left side of the road. The right option is B. Бірінші сұрақ. Англияда адамдар жолдың сол жағында көлікпен жүруі керек. Дұрыс нұсқа B болады. Первый вопрос. В Англии люди должны ездить по левой стороне дороги. Правильный вариант здесь будет B. Number 2. I have got to take my car into the garage to get it fixed. The right option is C. Екінші сұрақ. Мен көлікті жөндеу үшін оны гаражға апаруым керек. Дұрыс нұсқа C болады. Второй вопрос. Мне нужно отвезти свою машину в гараж, чтобы починить ее. Правильный вариант здесь будет C. The question number 3. Have we really got to wash all of those dishes in the kitchen? The right option is C. Үшінші сұрақ. Біз шын мәнінде барлық ыдыс-аяқты жуу керекпіз бе? Дұрыс нұсқа C болады. Третий вопрос. Неужели мы действительно должны мыть всю эту посуду на кухне? Правильный вариант будет C. The question number 4. You haven't got to attend the classes if you are sick. The right option is C. Төртінші сұрақ. Егер сіз ауырсаңыз, сабаққа бармасаңыз болады. Дұрыс нұсқа C болады. Четвертый вопрос. Если вы больны, вам не нужно посещать занятия. Правильный вариант здесь будет C. The question number 5. I have got to get up very early every morning at 6 o'clock. The right option is A. Бесінші сұрақ. Мен әр таңғы уақытта сағат 6-та ерте тұруым керек. Дұрыс нұсқа A болады. Пятый вопрос. Я должен вставать очень рано каждое утро в 6 часов. Правильный вариант будет A. The question number 6. Adam and Rihanna have got to go to school every day. The right option is C. Алтыншы сұрақ. Адам мен Ариана күн сайын мектепке барулар керек. Дұрыс нұсқа C болады. Шестой вопрос. Адам и Ариана должны ходить в школу каждый день. Правильный вариант будет C. The question number 7. Does he have to do exams this year? Yes, he has got to. The right option is C. Жетінші сұрақ. Ол биыл емтихан тапсыру керек пе? Иә, тапсыру керек. Дұрыс нұсқа C болады. Седьмой вопрос. Должен ли он сдавать экзамены в этом году? Да, он должен. Правильный вариант здесь будет C. The question number 8. We haven't got to pay for the food. The right option is A. Сегізінші сұрақ. Бізге тамақ үшін ақы төлеудің қажеті жоқ. Дұрыс нұсқа A болады. Восьмой вопрос. Нам не нужно платить за еду. Правильный вариант будет A. The question number 9. Have we got to take our shoes off? The right option is A. Тоғызыншы сұрақ. Біз аяқ киімдерімізді шешуіміз керек пе? Дұрыс нұсқа A болады. Девятый вопрос. Должны ли мы снять обувь? Правильный вариант будет A. The question number 10. You have got to drive more slowly. The right option is B. Оныншы сұрақ. Сіз баяуырақ жүруіңіз керек. Дұрыс нұсқа B болады. Десятый вопрос. Вы должны ехать медленнее. Правильный вариант будет B. Today we are going to talk about a very interesting book. No, it is not about Harry Potter. I think you know what book is it. In short, it's a book where all world records are indicated. And now, in exercise number 1, you can see some world records held by people according to the Guinness. Бүгін біз өте қызықты кітап жайлы өтетін боламыз. Жоқ, ол Гарри Поттер жайлы емес. Ол Гиннес кітабы. Гиннес кітабы дегеніміз не? Қысқаша айтқанда, ол кітапқа бүткіл дүние жүзіндегі рекордтар жазылады. Және бірінші тақырыпта сіздер осы рекордтар жазылған бірнеше мәтіндерді оқи аласыздар. Және осы тестке өздеріңіз жауап беруге тырысып көріңіздер. Сегодня мы с вами будем говорить об очень интересной книге. Нет, это не о Гарри Поттере. Это книга рекордов Гиннесса. Что это за книга? Кратко говоря, там регистрируются все мировые рекорды. И в упражнении номер 1 вы можете видеть несколько из них и попробуйте сами найти верный ответ. Number 1. Pauline Potter was confirmed as the world's heaviest living woman. How much does she weigh? The right option is C. 291.6 kilograms. Бірінші. Полин Поттер әлемдегі ең ауыр әйел деп танылды. Оның салмағы қанша деп ойлайсыздар? Дұрыс нұсқа C болады. Оның салмағы 291,6 килограмм.
Первый вопрос. Полин Поттер была признана самой тяжелой женщиной в мире. Сколько она весит? И правильный вариант будет C. Она весит 291,6 килограммов. Number 2. Bessie Cooper is the world's oldest living person. She lives in Georgia, USA, and she is 115 years old. Екінші. Бесси Купер әлемдегі ең кәрі адам. Ол ақштың Джорджия қаласында тұрады және 115 жаста. Бесси Купер старейший в мире человек. Она живет в Джорджии, США, ей 115 лет. Number 3. The longest nose on a living person measures 8.8 centimeters long from the bridge to the tip and belongs to Mehmet Özürek from Turkey. Әлемдегі ең ұзын мұрынның ұзындығы мұрынның көпірінен ұшына дейін 8,8 см құрайды және ол түркиялық Мехмет Өзүрекке тиесілі. Самый длинный нос имеет длину 8,8 см от переносицы до кончика и принадлежит Мехмету Özüreku из Турции. Number 4. The tallest man living is Sultan Kösen. How tall is he? The right option is D. He is 251 centimeters. Төртінші. Ең ұзын адам Султан Көсен. Оның бойының ұзындығы қандай? Дұрыс нұсқа D болады. Оның бойының ұзындығы 251 сантиметр. Самый высокий человек в мире – это Султан Көсен. Какого он роста? Правильный вариант это D, 251 сантиметров. Number 5. The smallest waist belongs to Katie Young. She has a corseted waist measuring 38.1 centimeters. Uncorseted, it measures 53.34 centimeters. Ең кішкентай бел Кети Юнгке тиесілі. Оның корсет кигендегі белінің өлшемі 38,1 см, ал корсетсіз 53,34 см. Самая маленькая талия принадлежит Кети Юнг. У нее талия с корсетом размером 38,1 см. Без корсета она имеет размер 53,34 см. Number 6. The longest fingernails belong to Lee Redmond, USA, who started to grow them in 1979 and carefully manicured them to reach a total length of 8.65 meters. Lee lost her nails in an automobile accident in early 2009. Ең ұзын тырнақтар Ли Редмондқа тиесілі. Ол оларды 1979 жылы өсіре бастады және жалпы ұзындығы 8,65 метрге жету үшін мұқият маникюр жасаған. Ол 2009 жылы көлік апатына ұшырағаннан кейін тырнақтарын сындырып алды. Самые длинные ногти принадлежали Ли Редмонд, которая начала их отращивать в 1979 году и тщательно делала маникюр, чтобы достичь общей длины 8,65 метров. Она их потеряла, когда попала в автокатастрофу в 2009 году. The fastest time to enter a zipped suitcase was achieved by Leslie Tipton from the USA. How fast was she? The answer is 5.43 seconds. Сыздырма ілгекті чемоданына кірудегі ең тез уақытқа ақштық Лесли Типтон қол жеткізді. Ол қаншақты жылдан болды? Жауабы 5,43 секунд. Самое быстрое время для помещения себя в чемодан на молнии было достигнуто Лесли Типтон из США. Насколько она была быстрой? И ответ будет 5,43 секунд. The world's longest documented hair belongs to Xie Zhuping from China at 5.627 meters when measured on 8 May 2004. She has been growing her hair since 1973 from the age of 13. Әлемдегі ең ұзын шаш 2004 жылы 8 мамырда өлшеу кезінде 5,627 метр ұзындықты құрайтын қытайлық Xie Zhupingге тиесілі. Ол 1973 жылдан бастап 13 жасынан бері шашын өсіре бастаған. Самые длинные в мире волосы принадлежат Xie Zhuping из Китая длиною в 5,627 метров при измерении 8 мая 2004 года. Она начала отращивать свои волосы с 1973 года, с 13 лет. So, before the next task, write down some translations of new words. Twice – екі есе немесе екі рет, дважды либо вдвое. Rename – қайта атау, переименовать. Announce – жариялау, объявлять. Financial collapse – қаржылық күйреу, финансовый крах. Chairman – басқарушы, председатель. Gradual – біртіндеп, постепенный. Remain – қалу, оставаться. Property developer – салушы, застройщик.
Confident – сенімді, уверенный. Space – бос орын немесе кеңістік, пространство. Mosque – мешіт, мечеть. In exercise number 2, you have to read the text. I will give you 10 minutes for it. Put the video on pause. Burj Khalifa is known to be the world's tallest building in the world. The development and the construction of the Burj Khalifa project began in the year 2004. The building is generally made up of concrete because it is a strong and a lasting material that can withstand all types of weather conditions. And in this text, we read about this building in detail. Бурж Халифа әлемдегі ең биік ғимарат екені белгілі. Оның жобасын әзірлеу және салу 2004 жылы басталған болатын. Ғимарат әдетте бетоннан тұрады, өйткені ол ауа райының барлық түрлеріне төтеп бере алатын берік материал. Бұл мәтінде біз осы ғимарат туралы егжей-тегжейлі оқыдық. Бурж Халифа, как известно, является самым высоким зданием в мире. Разработка и строительство данного проекта начались в 2004 году. Здание, как правило, состоит из бетона, потому что это прочный и долговечный материал, который может выдержать все типы погодных условий. И в этом тексте мы подробно прочли об этом здании. Okay, in the next task, you have to write true or false. I'll give you 5 minutes for it. Put the video on pause. A. Everyone knew the height of the world's tallest building ages ago. It is false. The height of Burj Khalifa was kept a secret until the opening ceremony. Әлемдегі ең биік ғимараттың биіктігін бәрі бұрыннан білетін. Бұл дұрыс емес. Бурж Халифа ғимаратының биіктігі ашылу салтанатына дейін құпия сақталған. Все знали высоту самого высокого здания в мире давным-давно. Это неверно. Высота небоскреба Бурдж Халифа держалась в секрете до самой церемонии открытия. B. The Burj Khalifa is 3 times the height of the Empire State Building. It is also false. It is twice the height of New York's Empire State Building. Бурж Халифа Empire State ғимаратынан 3 есе биік. Дұрыс емес, ол одан 2 есе ғана биік. Бурдж Халифа в 2 раза выше Нью-Йоркского Empire State Building. C. The building is named after Dubai's ruler. It's also false. It is named after the ruler of Abu Dhabi, Dubai's neighbor. Ғимарат Дубай билеушісінің есімімен аталған. Дұрыс емес, ғимарат Дубайдың көршісі Абу Дабидің билеушісінің есімімен аталған. Здание названо в честь правителя Дубая. Неверно, оно названо в честь правителя Абу Даби, города по соседству Дубая. D. A property developer said the Burj is a symbol of good times to come. It is true. Ғимарат салушысы Бурдж алдағы жақсы уақыттың белгісі екенін айтты. Бұл дұрыс. Застройщик сказал, что Бурдж это символ грядущих хороших времен. Это верно. E. Another project will soon be the Burj as the world's tallest building. It is false. Since the 2008 global financial crisis, there seems to be little appetite for ambitious construction projects from property developers. This means that it is likely the Burj will remain as the world's tallest building for a while. Жақында тағы бір жоба әлемдегі ең биік ғимарат ретінде Бурджтан асып түседі. Бұл дұрыс емес. 2008 жылғы жаһандық қаржы дағдарысынан кейін құрылыс салушылардың өршіл жобаларына деген тәбеті азайған сияқты. Бұл дегеніміз, Бурдж біраз уақыт әлемдегі ең биік ғимарат болып қала береді. Еще один проект скоро превзойдет Бурдж как самое высокое здание в мире. Неверно. После глобального финансового кризиса 2008 года похоже, что у застройщиков мало аппетита к амбициозным строительным проектам. Это означает, что Бурдж, скорее всего, еще какое-то время останется самым высоким зданием в мире. Thank you guys for your attention. Beat your own study records, learn new words and do your home task. See you soon!